Сәлем достар. Последнее время комментарийларға жазады. Айту туралы көп сұрайды абитуриенттер, оқушылар 11 класс, 10 класс. Комментарийға жазады, айту қалай түседі, не істейді деп соңғы видеоларға, University Diary видеоларға. Түскенде ойлаған ғой, енді көп видео түсірем деп что-то болмай қалды. Либо жұмыспен уақытым тимей қалды ма, либо студенттік өмірім қызық емес болып қалды ма өз-өзіме, либо сабақпен үлгермей қалдым ба білмеймін. Бірақ әйтеуір мына комментарийден кейін болды түсірем деп шештім. Осы бүгіннен бастап видео түсірем. Болды. Еще қазақша. Мен қыста түсірмедім. Мен күзде 1-2 видео түсірдім. Қар жаумаған кезде еще. Қазір уже все, қар жоқ. Да, болды, ысы маса қаптап жатыр, аяғым шағып тастады кеше. Ақтөбеде ондай маса жоқ. Астананың масалар енді базар жоқ. Бүгін күшті настроение. Бүгін суббота, если что, бүгін суббота. Только боянып сабақ қарам. Енді ойлаймын да, блин, общагада жатақханада вообще видео түсірмедім. А мен уже май, мен бітірем, 1-ші курсты бітірем 1 айдан кейін. Мен ютубқа вообще видео салмадым. Жатақхана туралы. Жатақхана тек 1-ші курсқа беріледі. 2-ші курста егер сенде соц GPA үлкен болса, онда саған береді. Немесе льгота квотамен тоже беру мүмкін. Блин, ойлағам ғой, ертең 1-ші курс болам, студент болам, общажный қызықтар түсірем деп. Ешқандай қызық болып жатқан жоқ. Дымға сенбеңдер. Ой, бұл студенческий. Білмеймін, честно, айтуда сондай болып жатыр енді. Жоқ, күшті андай араласатын адамдарым болса, то кайф. Конечно, өмірім қызық болады. Басқа общагалар сияқты емес, біздікі женский блок, мужской блок отдельно. Сосын енді комендантский час бар. 11:00-де ішке кіресің, болды. Кеше біз фейерверк көрдік, кеше 9 май болды. Днем Победы. Тиктоктың несінде күшті шығардың да? Надо чуть-чуть свет қойып. Анау көпірге Айтатын әңгіме көп негізі. Бүгін айтып қойсам, қызық бола ма екен. Ладно, құрсыншы. Ұзақ видео түсірем, короче, болды. Не істеп жатырмын, не қылып жатырмын, осы аптам не болып жатыр, білмеймін, памятім жете ма, жетпей ма, көреміз де. Кешке қарай сағат 10-да Астанада Батансатта набережный жақта салют атады деді. Соған шығып кеттік резко қыздармен. Күшті фото жасадық, күшті сторис, видео, ау-мау, бүкіл айырып, кайф. Сосын сол салюттерді көрдік, прикиньте, 5 минутта өтті да кетті. Так, бізде оркестрде келесі апта 13 май отчетный концерт болады. Отчетный концертке қалай дайындалып жүрік, соны бүкілін түсірермін. Дискреткадан көз бізде нешінші апта, қазір 8-ші апта. 3-ші триместр 8-ші апта, если что, осылай санаймыз біз. 3 триместр оқымыз, 3 рет каникулға шығамыз, 3 жылда бітіреміз. This is my today's look. Бүгін сындай болып баратырмын. Домбырамды алып кеттім. Кеттік универ. Все, мы сдали квиз по дискретке. Я сейчас иду в кап оркестра. Осындай бізде, короче, кабинет. Ой, кабинет, коридор. Вроде уже готов. Вот у нас будет концерт 13 мая. Assembly Hall. Хормен оркестр. Күйді мен қалай жаттаймын, бүйтіп қоямын да. Все, отырасың и оқып.
100 000 просмотр ма сондай жинап. TikTokқа домбыра салсам күшті өтеді. Мен де итім. Сен итім ұтып аласың ба? Иә. Мен де блогер болайын деп Думаю, пофиг, потом адрес ете салады ғой. Короче, бұларда элективка Introduction to Mary Technologies снять влог па сондай бір нәрсе. Бана ғана тауып отырған видео. День. Кофейняда тоже болады, бірақ көп жабық қой, шекер жабық. Шекер жағы бірінші этажда жатырмын ше. Бет жоқ қыдым, бет жоқ қыдым. Шашым бусам да жасамам маған. Иә, жарасады. Біз мана не істедік? Скретка көз жазды. Қалай жаздың сен? Ой, қанша қойды саған? 82. Маған 80. Неге өйтті? Сен екі алдың ең ба, бонус? Білмеймін. Бонус шығар. Бонус шығар. Бізге, короче, терезе жаққа отыру керек, кадр түсірген қалайда. О май год. Нан шетіне жетем дегенше, ой. Зәттім. Не пішіне жоқ. Бізді ашыстап атыр достар суббота күні. Не суббота күні істейтін еді ғой? Ей, шекерді жабық. Суббота күні военныйлар жүреді екен ғой. Кафедра. Иә, мен де итіміті боламын. Иә, для себя мен блогер боламын. Осындай моменттерді вот түсіреміз. Creativity, intelligence. Having fun, Albert Einstein. Келесі жылы түсетін абитуриенттерге арналған влог. Влог, иә. Келесі жылға. Спрингер бар. Неге? Түсіндер қайда. Жақсы көшіріңізден жақсы болады. Шотап кеткен соң, оған жағады өңдемесің. Мынандай кола бар өзі деп. Деу. Кока-кола мен фантаны раздавать еткен біздің универде. Сондай күшті универ ғой. Мен соң алмады қалдым да сен. Мен де аламын. Алмадың мен адам толыпты. Короче, шекердің баннері тұр, мына жақта кофе тейлдің баннері тұр. Осындай кофе кафелер бар, осындай скидкалер бар. Сен түсірейін ба? Мен алмадым, қолымда типа. Тек қолма. Жақсы. Или қатты білдірмей алайын. Мен сог алам шығар. Беспен Так. Диананы ассайментмен көмектесіп жатырмын. ақылы өзі. Естетика бол. Короче, осындай бізде асхана военныйлар толып жатыр суббота күні. Суббота күні сабаққа барған ужас. Тем более таңғы 8-де болса сабақ. Бірақ бізде бүгін онлайн болды. Мен ондай темппен тарта алмаймын, ё-моё. Точно? Да, нормально. Ужас, достар. Астананың погодасына. This is my follower. Мен сол сені ютуб арқылы таныдым ғой. Сол. Мен ютубыңа шығады. Айту ақшаларға көремін. Сосын айтамын, бізде блогер тұрады екен ғой. Йо. Сен бір-екі рет көремін. Вау, контент. Ужас болып жатыр мен. Ужас. Аман есен аймаққа жеттік ауыра. Керек па? Yes. Так, достар. Ой-бой. Қандай күшті. Керемет. Біз қыздармен Абу-Даби жақта, ана жақта Бәйтерек жаққа барып келдік. Гуляйм. Сосын қазір общагқа барамыз, сосын жатамыз, ұйықтаймыз. Иә, қыздар? Да, қыздар? Да? Да. Да? Болды. Ертең воскресенье. Уже бүгін. Бүгін емес, ертең воскресенье. Ұйықтап тұрғаннан кейін ертең болады. Город засыпает, просыпается. Просыпается айтушница. Доброе утро. Мені таңғы 8:30-да оятып алды. Ертең бізде политика болады. Соны групп project қорғау керек. Соны платформаға бүгін сағат таңғы 10-ға дейін сап тастау керек болды. Сосын таңертең тұрып алып тағы да доработали. Жасап тастадық текст, бүкілін презентация.
енді со спокойной душой қайтадан ұйықтаймын ба білмеймін. Негізі қазір лекцияға бару керек, бірақ оркестрмен репетиция болады. Соған дейін ұйықтап алайын ба, ойланып отырмын. Вот наша презентация. The role of women in political parties in Kazakhstan. Еще ертең вот отчетный концерт. Бүгін репетиция, соңғы репетиция генеральная. Кеше мен бармадым, воскресенье. Кеше біз далада қырмызымен ойнадық. Астан түсір. Төндірді жасағатсың. Қайсы дұрыс? Үшік бұтыр. Бірақ түзі жақсы. Күн жылып кетті, кеше жел болып, бүгін ұпс. Давайте. Сарыарқа. Нет, я не буду играть. Я не помню. Я как будто не настроил. Вот такие развлекалки, да. Домбыра көрсе адамдар қызығып қарайды ше. Вау! Молодцы деп біз общагада беседкада отырамыз. Домбыра тартып, общажныйлармен. Сосын үлкен аташкілер, апашкілер, әжелер отырады, тыңдайды, бізді қарайды. Сосын шапалақтайды бір нәрсені ойнап болсақ. Прям приятно. Көкке көтеріңдер. Мен ризамын өйткен. Рахмет. Дала жылығасын далаға шығатын. Былай қыста холодно. Общагада тарту қиын. Без объявления ақырында ойлай бересің. Все, у нас идет подготовка. Хорға қойып бересіңдер, олар жоқ қой әлі. Біз ойнап кете береміз. Біз бұны объявлять етпейміз, өйткені адамдар енді өздерін ету керек. Түсіну керек. Бастай береміз. Столько людей, ужас. Обычно на репах не так много. Мен мынаны жаттамадым. Президентке недопонимание. Короче, новый Блин, Шарма. Жаттап алдық. Ой, ты блин. И осындай күйшілер бізде. Қазір күй тартыс болып жатыр. Естіле ме білмеймін. Ай бой. Күй тартысқа негізі 6 ай шығу керек еді ше, бірақ енді ұлдар оғаннан кейін ұлдың жолы ұлы жол деп алтынай орын беріп тұр ғой, жолын беріп тұр ғой. Негізі мына бәріне қатты ойнайды, по идее. Там афиша. Короче, мерч алдық. Там еще столько народу. Түсіріп алдым. Не знаю, посмотрим, я даже тему читаю. Это не тебе. Это мне. Это на продажу. Продадим и купим домбру одну. This is M. Вау. This мынаны қарасаң. Асытана IT техаксан яйот. I2 Future of Digital Kazakhstan. Тұрған қазақ репаблика. Смотри, алмайсың ба?
кішкентай ғой маған вообще кішкентай болады ну эльфегесің келеді қандай не бар? Мен шаршадым. Я домой хочу. Все, достар, біз шықтық. Репадан шықтық, неужели нас выпустили. Мерч таратты, мен футболка алдым, артта күшті закат болды. А сейчас біз бас мешітке жаяу басып барадық. Блин, фон күшті әдемі. Артта. Қыста көрінбейді ғой ана? осы жазда Жоқ. Жабық. Жоқ. Жазда мына леголарды көріп. Вау, нетік. Дизайн. Сейчас желание будем загадывать. Ойыншықтар топ тұр. Студент болған қиын, ақша көп кетеді, күніне 15 жоқ, ну ладно. Мен бай студенттер 15 сон құртады. Әшейін студенттер 2000 точно. 2000. Блин, надо экономить. соғы Маған надо экономить, достар. Вон, ана жаққа жаяу барадық. Блин, вот это Астана. Вот прям сынып келатырмын мынандай красотаға сынып келатырмын. Еще так потеплело резко, еще погода күшті болып тұр. Болды бүгін день X. Үй қылуы бүгін вице бізге таңғы 7-де звондады. Мен бірақ таңғы 7-де тұрмадым. Қазір менде сабақ болады. Жапсыз. Онда қазір 9-дан кетті, шамалы дайындалып тұрам. Защита болады, сосын защитадан кейін. Полностью до вечера оркестрде жүрем, сағат 2-де басталады. Біз қайттан шекердеміз. Купили салат латте. Это наша пицца. Как закиси? Скончила. Let's go. Короче, на яхте сейчас будут петь песни Никелодиным. Треки Джош! Капец, концерт половин 9 ночи.
уже поют. Ё-моё, черепашки-ниндзя. Капец. Мен Никелодион қарап өскен адаммын. Балапанды не признаю деймін. Мен балапан қарай алмайтын едім. Ауыр бірақ енді қазақша болғасын қарай алмайтын едім. Никелодион. Мое детство Никелодион болыпты. Лео. iCarly! You see, somehow the world will change me and be so wonderful. Ема! Это наше интро. Вы готовитесь, перестраиваетесь, сидите, и ладно, видеорайтеры, но на концерте прямо сядьте, прямо смотрим в зал. После видео у нас не объявляется квит-артист сразу у вас стола. После видео оператор, Все, мы на сцене. Мы выступили, ура! Там выступает хор вроде, или... Я хочу здесь воды купить, тут кафешка. Нашла, что приносил в Лувре, я знаю, жабра. Барлы, өнерлі, талантливый, өнерлі. Блин, это капец какие эмоции. Она пианист, а это алмадом. Қолы туда-сюда, туда-сюда. Ай, там воды нет. Тетя Солод. Мама. Не, шкер. Быстро за кулисье. Дарын, сюда. Дарын.